Сәлем достар, сіздермен Гүлдана. Бүгін түрік тәттісін пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Қонақтарға да қойсаңыздар болады. 2 жұмыртқамызды және қантымызды салып, 2 есе масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Сұйық майымызды және сүтімізді құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Ұнды, какаоны және разрыхителді барлығын ситадан өткізіп, бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Мен де осындай формада жасадым. Сіздер де кез келген формада жасауларыңызға болады. Фольгамды төсеп алдым да, қамырымды құйып, бір келкі қылып жайып алдым да, 20 минут пісіріп алдым. Кремімізге кірісеміз. Алдымен сүтімізді, қантымызды және ұнымызды салып, араластырып отыр венчикпен. Баяу отта пісіреміз. Араластырып тұрыңыздар. Осылай қоюланғаннан кейін үстіне майымызды салып, тағы да араластырып, кремімізді суытып қоямыз. Кремімізді дайындап болғаннан кейін бисквитімізді осылай тесіп шығамыз. Ыстықтай. Үстіне сүт құямыз. Пропитанный влажный болу үшін сүт құямыз. Мен үй жағдайындағы сүтті құйдым, домашний. Сол үшін осылай қаймақтары қалып қойды. Кремімізді бетіне бір келкі қылып жағып аламыз. Кез келген етіп безендіріп ала аласыздар өздеріңіз. Әртүрлі ягодки қоюға болады. Мен жай какаомен безендірдім. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарына ұнады. Жасап көріңіздер. 1 сағатқа тоңазытқышқа салып болғаннан кейін осылай кесіп, жұмсақ болып кесіліп жатыр. Менің каналыма кіріп, күнделікті рецепттер көруіңізге болады. Сол үшін подписаться және лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.